Қарап отырса, кім кімге зұлымдық қылады? Алла зұлымдық қылмайды ешкімге. Пенде өз зұлымдық қылып, өз қиыншылыққа тап болады. Я Алла, я Раббым деп Алланы қайттан мойындап іздесең, Алла саған қайттан көмектеседі. Енді есегің лайдан өткеннен кейін, енді сен сол жолды станып ал енді. Болды, қайттан баяға өтіп алма. Болды. Енді сен осы нәрсені әрдайым жүрегіңде ұстап жүргің келе ма? Иә, ұстап жүргім келеді. Әрдайым Алламен бірге болғың келе ма? Болғым келеді. Онда Алланың күніге 5 мәрте сені шақырып жатыр ғой намазға. Келсей намазға. Ешқандай мектептің директоры 5 мәрте қабылдамайды сені. Бір мәрте қабылдауы мүмкін, жарайды деп. Екіншісінде сенен басқа шаруам жоқ па дейді. Үшіншісінде охрананы шақырады. Мына алып кетін дейді. Төртіншісіне келсең, полиция шақырам дейді. Сенен басқа жұмысым жоқ па дейді. Не алып келе бересің сен есігім қағып дейді. Айттым ғой саған дейді. Алла субхана ва тағала күніне 5 мәрте өзінің құзырына шақырып жатыр сені. Аллаху акбар деп намаз уақыт кірді ма, біліңіз, сіз тікелей Алла тағаламен тікелей байланыста боласыз. Намаз